Қамтырып. Сәлеметсіздер балалар. Сәлеметсіз бе? Біз қай ертегіге түсіп кеттік? Золушка. Золушка, сен неге көңілсізсің? Бүгін сарай бақшасында үлкен мерекелік бал болып жатыр. Менің сыйлыққа барғым келеді. Бірақ нәжістерді шатастырып шашып кеткен. Мен соларды ажыратуым керек. Екіншіден киетін көйлегім жоқ. Екіншіден балға киетін көйлегім жоқ. Сіз абыржымаңыз. Біз сізге көмектесеміз. Қане балалар, жіп жинауға көмектесеміз ба? Жібіңізді бере қойыңыз. Сіз мұнда отыра тұрыңыз, сізге балалар көмектеседі. Қане балалар, кім шығады? Қане балалар, дайынбыз ба? 1, 2, 3. Тоқтаңыз. Мынаны жібі қысқа болып қалды. Жібер, қойып қойып. Қане, 1, 2, 3, ойын басталды. Айда бере. Бірінші бітті? Алпамыз бітті. Өте жақсы. Рахмет балалар, отыра қойыңыздар. Тағы кім ойнайды қана? Смотри, артында. Бір, екі, үш, ойын басталды. Қаншыдан? Шапалақтаңыздар. Жарайсың, Медина. Медина өте жақсы бітірді. Енді қалған балалар топқа барғаннан кейін ойнайды. Өте жақсы шешті. Золушка, келе ғой. Золушка, сіздің жібіңіздің бәрін жинап болдық. Қаны шыға қойыңыз. Енді балға дайындауымыз керек біздің. Ал менің де кезегім келген сияқты. Мен сиқырлап қазір Золушканың күйін ауыстырамын. Қаншайым мен қанзадалар ортаға шығыңыздар дейді.
Fayda емес. Кәне балалар, билегендерің өте жақсы болды. Кәне осы жаңа жаттаған тапақтарымызды айтайықшы кәне. Осы группасы кәне шығыңыздаршы. Арсен. А столе звенит посуда, и на улице метель. Упала змея отсюда, ложь заснуть теперь. Лошадь загнула подковой в ночь чудесной зимы. Весело встречаем Новый год под елочкой мы. Со снегурочка встречает лошадь Дедушка Мороз. Лошадь головой качает, просит сену и овес. Говори. Вы нас узнали, мы гномик озорные, мы веселые и смешные, мы хотим вам подарить танец. Ой, молодец! Вот это первое. Наша елка велика, наша елка высока, выше папы, выше мамы, достает до потолка. Как блестит юная, как фонарики горят. Наша елка с Новым годом поздравляет всех ребят.
Ой, молодец. Ой, молодец. Жарайсыңдар, орындарға бара қойыңдар. Қане балалар, отырыңыздар. Қане балалар, енді гномдардан көрейік. Қане гномдарды ортаға шақырып келе қойыңдар. Ночевала адрески. Улетали далеко от дома, города чужие незнакомые. Нашли как бабочки по тайне, и про все почти все знаем. И на день рождения для мамы пишем смс и телеграммы, но все равно и самые большие слоники, и самые маленькие домики скучают, когда мы уходим слишком далеко от мамы. Кто наденет нам любя панаму, кто полюбит так тебя, как мама. Сами уже почти сами, и шнурки завязываем сами, но все равно и самые большие слоники, и самые маленькие домики скучают, когда мы уходим слишком далеко от мамы. Иди скорей к своей маме, вот для чего нужны быть сыном. Я преграждаю стихом ушами, дети не валяются на дороге. Слышишь, это для тебя касается, мама на дороге не валяется. И самые большие слоники, и самые маленькие домики скучают, когда мы уходим слишком далеко от мамы. Самые большие слоники, и самые маленькие домики скучают, когда мы уходим слишком далеко от мамы. Ой, молодец. Рахмет сендерге гномдар. Қане орындарыңызға отыра қойыңдар балалар. Ал балалар. Дарын, қане папамыз айташы. Дарын, Аянат, Мерей келе қойыңдар. Дарын, Аянат, Еркенұр. Жаңа жылда жаңаша әппақ қарапақ, ара жамылған тарапақ, құрық тарапақ, айнараның бәрапақ. Абайды бақшаны үзілмейтін жасаған, үздіне жасаған. Жасыл шире жамылған, асыл майда тағылған, міне сұлу шышам, кел балдар, келіңдер, тамашам, көріңдер. Халқынан тумадарды шаттарам, келіп қалдар жандар жол, сыйлықтарын арқалап. Жарайсыздар балалар. Көп рахмет. Қане келеміз. Ойнаймыз шаттана, ақ қаланың сүмбейді.
Otura koy. Unadı mı? Ya өте әдемі екен, балаларыңыз қандай тамаша. Балалар, тынышталыңдар. Бізге біреу қонаққа келе жатқан сияқты. Кәні кім болды екен? Кәні? Бізге біреу қонаққа келе жатқан сияқты. Өтірік айтып әбден шаршадым. Шіркін менің арманым орындалса ғой. Аяз атаны бір өз көзіммен көрсем ғой. Содан сыйлық алсам ғой. Шіркін арманым қашан орындалар екен. Мен Аяз атамын. Сенің арманың орындалды. Жүр, менімен бірге оданда мынау балалардың өнерлерін тамашалайық. Жүріңіз Аяз ата. Кәні балалар? Бізге кім келді балалар? Аяз ата келді. Аяз ата алыс жолдан шаршап кетті. Аяз атаға кәні кім тақпақ айтады? Ертең өшіға қой. Және келе қой. Және Мериканы айта қой. Рахат тұрып айта қой. Ал аталарымның құлағын ашар естейді. Қаттырақ айтыңдар. Ал. Алайда басаны ізін жасаны Ой, жарайсың балам, жарайсың. Әппақ, қала жамыған тәрәппақ, құра тәрәппақ, айнараның бар әппақ. Ой, жарайсың. Тамаша, шамысты жараса, басында әсем жұлдызы көздемейді қараша. Ой, жарайсың. Қандай керемет тақпақтан. Жасыл шышатты енді, міне сұлу шышамыз үйге кіріп төленді. Жарайсыңдар кән. Кән отыра қойды бұл. Аяз ата біздің балалардың тақпақ сізге ұнады ма? Ұнады, әрине ұнады. Әбден шаршаған Қандай боларсыз. керемет тақпақтар. Кән, Аяз атамен ойын ойнайсыз ба балалар? Аяз ата ойын ойнайсыз ба бізбен? Ойнаймын, шаршасам да ойнаймын. Қанке балалар қандай ойын біледі екен? Жарайды. Онда қазір мен сендерді Орныңыздан тұрайықшы кән. Орныңыздан тұрайықшы кән. Онда қазір. Ойын бастаймыз ба? Бастаймыз ойында. Онда мен қазір сендердің құлақтарыңды түстем. Қай жерлеріңді түстем екен? Аяқтарыңды түстем, Ой, ұсталмадым. Мұрындарыңды түстем, мұрындарыңды түстем. Енді мұрным сияқты қызарып қалады. Енді іштерімді. Ой, жарайсыңдар. Ай, шаршаттыңдар аталарыңды, қақ шаршаттыңдар.
Аяз ата, осы арманым орындалады деген рас па? Рас балам, рас. Арман дегенде орындалады. Менің арманым орындалды. Мен сізді өз көзімен көрдім. Сондай бақыттымын. Енді менің Аяз ата ертегі тыңдағым келеді. Кәні балалар отыра қойды. Ертегі. Кәні балалар, Патша бала. Патша бала ертегі тыңдағысы келеді екен. Ертегі айтып береміз ба? Қандай ертегі айтамыз оған? Бауырсақ ертегісін, Патша бала. Сен кәні жоғары шығып отыра тұр, біздің балалар сізге жақсы өзін көретін бауырсақ ертегісін айтып береді. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, бір шал мен кемпір болыпты. Шалы бір күні кемпіріне бауырсақ пісіруді туыпты. Бауырсақты пісіріп, терезе алдына қойған бауырсақ. Тропинке между сосен прыгнул скок, очень весело, игриво, покатился колобок. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел, покатился, завалился в конец. Секектеп жүрген бауырсақтың алдынан қоян шығыпты. Апамдан қастым,